Балалар өнер мектебінде жас музыканттардың байқауы өтті. Оқушылардың орындаушылық шеберлігін арттыру, талантты оқушыларды қолдау және дамытуға бағытталған өнер сайысы дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылады. Жас өнерпаздар жеке орындау және ұжымдық орындау номинацияларында домбыра, қылқобыз және гитара аспаптарында ойнау шеберлігі бойынша бақ сынады. Бұл байқау жыл сайын республикалық деңгейде, облыстық деңгейде, содан кейін қалалық деңгейде өткізеді. Біз қазір облыстық кезеңге іріктеуді өткізу үшін қалалық байқау өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда кіші топ бойынша 4 бала қатысып отыр, 2 гитара, 2 домбыра. Орта топ бойынша 6 домбырашы қатысып отыр. Жоғарғы топ бойынша 4 бала қатысып отыр. Оның ішінде 2-і гитара аспабынан, 1-і қылқобыз аспабынан, 1-і домбыра аспабынан. Сонымен қатар бұл байқауға қазақ халық аспаптарынан құрылған оркестрді да біз дайындап отырмыз. Өнер байқауында қазақ халық аспаптар оркестрі де өнер көрсетті. Баланаз ұжымының құрамында 7 домбырашы, 2 жетігенші және 2 үрмелі аспап пен 2 ұрмалы аспапты меңгергендер бар. Жанар Тілеулина оқушыларды баянмен сүйемелдеп отырды. Оркестрмен көне тараз күмбірі, ата толғауы, көңілді арбакеш және алаш аманаты күйлері орындалды. Оқушылар байқауға былтырғы оқу жылынан бастап тыңғылықты дайындалған. Құлшыныстары жоғары. Бұл ретте ұстаздардың еңбегін айтпай кету мүмкін емес дейді мектеп басшысы Гүлжихан Жексенбекова. Үлкен оркестрді Нұрбекова Айжан Бейімбетовна дайындап жатыр. Ал домбыра класының мұғалімдері Гүлмира Ұзақбаевна Елеубекова, Айгүл Алиевна Жарова, Айхан Болатбековна, Тоқмырза. Гитара класынан Александр Анатольевич Захаров, ал қылқобыздан Басанова Гүлзина Бериковна дайындап жатыр. Енді бұл балалар байқауда тек қана күйлер ғана ойнамайды, сонымен қатар қазақстандық композиторлар, шетелдік композиторлардың пьесаларын ойнайды, яғни концертмейстердің сүйемелдеме шығармалар ойнайды. Концертмейстеріміз бізде Бюрде Голуб Светлана Викторовна және қылқобыздан Константина Марина Николаевна өте үлкен үлес қосып жатыр. Байқауымыздың әділ қазыларының басты адамы деп айтсақ болады, ол Надирбеков Жақсылық Арзаханович. Бүгін ол кісі осы оқушылардың орындау деңгейлерін байқап, сол кісі іріктейді десек те болады. Бұл кісі енді қаламыздың ардагер мұғалімі, осы мектепте қаншама жұмыс жасап отыр. Республика деңгейінде, облыс деңгейінде аты шыққан атақты домбырашы. Енді біз бұл кісінің беретін жаңағы бағасына сенеміз. Осы жақсы балаларды іріктеп, облысқа жақсы оқушыларды іріктеп жібереді деген ойдамыз. Оқушыларымызға тек жетістік тілейміз. Жас өнерпаз Жанайым Берлібай 7 жасынан бері домбыра үйреніп келеді. Ұлттық аспапты жанына жақын тұтқан оқушы 3 жыл ішінде күйлерді еркін меңгерген. Мен Балдырған бие, Мағауия, Ақсақи күйлерді орындадым. Осы күйлерді мені Гүлмира Ұзақбаевна мұғалім үйретті. Гүлмира Ұзақбаевна көп рахмет. Осы конкурсқа қатысқан қуанышым және қалай ойнағанымды өте қуаныштымын. Байқаудың қорытындысы бойынша бас жүлдеге Баланаз оркестрі, домбыра сыныбынан Нұржан Өнербек пен Мирас Серік, гитара сыныбынан Феликс Литвиненко лайық деп танылды. Бірінші орынға гитара сыныбынан Рүстем Бейсенғали мен Владислав Дверник ие болса, домбыра сыныбынан Айсезім Айдын, Альбина Тайырбергенова және Жанайым Берлібайға табысталды. Жеңімпаздар байқаудың облыстық деңгейіне жолдама алды.